Суретте 1, 2, 3 сандары арқылы нөмірленген 3 жолақтың ені бірдей және А-ға тең. Бұл 3 жолақ 2 параллель түзуді қосады. Жолақтардың аудандарына қатысты дұрыс тұжырымды табыңыз. Бұл жерде біріншісінің ауданы, екеуінің арасын H деп алсақ, біріншісінің ауданы AH болады. Екіншісінде де ауданды табу үшін, параллелограммның ауданын табу үшін биіктікпен табанды көбейтеміз. Сонда биіктігіміз H, екі түзудің ара қашықтығы H, A мен көбейтсек AH 1 мен 2 тең болады. 3-те де дәл солай. 2-ге бөлгенде, екеуін бөлек-бөлек санағанда аудандар табаны A, биіктігі H болады. Оның да ауданы AH. Сонда үшеуінің аудандар бірдей болады. Жауап Б. Келесі сұрақ. Оқушы дене шынықтыру сабағында 100 метрге жүгіруден сынақ тапсырды. Айбар орташа уақыттан қанша секундта кеш келгенін табыңыз. Бұл жерде 6 оқушы тапсырған. 6 оқушының барлығын қосып шығатын болсақ, уақыттан қосып шығатын болсақ, 83,4. Оны 6 оқушы тапсырған болса, 6-ға бөлетін болсақ, 13,9. Сонда орташа 6 оқушының орташа уақыты 13,9. Ал Айбардың уақыты 18,3. Азайтатын болсақ, 18,3 азайтылған 13,9 тең болады 4,4. Сонда 4,4 секунд кеш келді орташа уақыттан. Жауап А. Келесі сұрақ. Қорапта 5 көк, 4 ақ және 6 сары түсті шар бар. Оларды араластырып, қарамай алынған шардың әр түрінен міндетті түрде 2-ден болу үшін кем дегенде неше шар алу керек? Ең нашар жағдайды қарастыратын болсақ, алған шарларымыз бар сары болып, 6 шар сары шықты, 5 шар көк шықты, және қалған тағы 2-ден алғанда ол міндетті түрде ақ болады. Сонда жауабы 13 шар алсақ, 3 түстен де 2-2-ден болады. Жауап Д. Тігін шеберханасында ұзындығы 200 метр бір орам мата бар еді. Бір көйлекке ұзындығы 3,5 метр матадан X көйлекке мата кесіп алынды. Шеберханада ұзындығы 2 метр мата қалды. X көйлектер 3,5 метрден 3,5 метрден мата кетсе, сонда 3,5X болады. 200-ден 3,5X азайтсақ, қалған мата шығады. Сонда Y тең 200 минус 3,5X. Жауап А. Назеркенің алқасында 49 көк және бір қызыл моншақ бар. Алқадағы көк моншақтардың саны 90% құрау үшін олардың нешеуін алқадан алып тастау керек екенін табыңыз. Бұл жерде көктерді алып тастауымыз керек, сондықтан қызылды қарайтын болсақ, көктер 90% болса, қызылдар 10% болады. 10%-іміз 1 болса, 90%-іміз X болады. X тең 90-ды 1-ге көбейтіп, 10-ға бөлсек, 90 бөлінген 10, 9-ға тең. Сонда 9 көк моншақ қалғанда 90%-і көк моншақ болады. Ал бізде 49 бар. 49-дан 9 қалу үшін 40-ты алып тастауымыз керек. Жауап Б. Амина 54-тен аспайтын натурал санды ойлады. Аминаның ойлаған саны 5-ке еселі болуының ықтималдылығын табыңыз. 5-ке еселі болатын 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 10 сан бар. Ал 54-тен аспайтын 54 сан бар. Екеуін қысқартатын болсақ, 2-ге қысқартсақ, 27-ден 5. Жауап
Е. Қосындыны табыңыз. 1 бөлінген 1 көбейтілген 2, қосылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 3, қосылған 1 бөлінген 3 көбейтілген 4, қосылған 1 бөлінген 99 көбейтілген 100. Бұл жерде әрбір бөлшекті жеке алатын болсақ, 1 бөлінген 1 көбейтілген 2 ол 1 бөлінген 1 азайтылған 1 бөлінген 2 ның азайтындысы айырмасы 1 бөлінген 2 көбейтілген 3 ол 1 бөлінген 2 азайтылған 1 бөлінген 3 айырмасы барлық бөлшектер сөйтіп бөлініп шығады. 1 бөлінген 3 көбейтілген 4 ол 1 бөлінген 3 азайтылған 1 бөлінген 4 барлығы сөйтіп айырма болып шығады. 1 бөлінген 99 көбейтілген 100 ол 1 бөлінген 99 азайтылған 1 бөлінген 100. Сонда барлық қосып шыққанда минус 2-ден 1 мен 2-ден 1, минус 3-ден 1 мен 3-ден 1 барлық қысқарып кетеді. 4-ден 1 мен минус 4-ден 1 мен 4-ден 1, минус 99-да 1 мен 99-да 1 қысқарады. Соңында 1 азайтылған 100-ден 1 болады. Оны азайтқанда 100 азайтылған 1 ол 99 бөлінген 100. 100-ден 99. Жауап Д. Келесі сұрақ. Жеңіл машина мен мотоциклші кездескеннен кейін 45 минут уақыт өтті. Машина мен мотоциклшінің 45 минуттағы ара қашықтығын табыңыз. Екеуінің бағыттары қарама-қарсы болғандықтан жылдамдықтарын қосамыз. S тең жылдамдықтарын қоссақ 90 плюс 50 140 көбейтілген 45 минут сағатқа айналдырсақ 4-тен 3. 4-тен 3 тең болады. 140 пен 4 қысқарады 4-ке. 35, 35-ті 3-ке көбейтсек 105 километр болады. 45 минуттан кейін ара қашықтық 105 километр. Жауап Б. Екі, 17, 9, 10, 9, 11, 3, 9, 10, 6, 5, 1, 4 сандарының модасын табыңыз. Мода деген ең көп кездесетін сан. Бұл жерде 9 3 рет кездесіп тұр. Онда 9 модасы болады. Келесі сұрақ. Асқардың математика пәнінен 3-ші тоқсан бойынша алған бағалары кестеде көрсетілген. Кестені қойылған орташа бағаны есептеңіз. Орташа бағаны есептегенде 3 алған 4 рет алған, 4 бағаны 7 рет алған, 5 бағаны 14 рет алған. Көбейтіп 12 плюс 28 плюс 70 бөлінген 25, 40 плюс 70 110 бөлінген 25. 110-ды 25-ке бөлсек 4,4. Жауап Б. Келесі сұрақ. 3-ке және 5-ке бөлінетін барлық екі таңбалы сандар санын анықтаңыз. 3-ке және 5-ке бөлінетін олар өзара жай сан болғандықтан 3-ке және 5-ке бөлінетін сан 15-ке де бөлінеді. 15-ке бөлінетін екі таңбалы сан 15, 30, 45, 60, 75, 90. 6 сан бар екен. Жауап Б. Келесі карточкаларға 20-ға дейінгі натурал сандар жазылған. Мұғалімнің қарамай алған карточкадағы санның жай сан болу ықтималдығын табыңыз. Жай сандар 11, 13, 17 және 19. Сонда жай сандардың саны 8. Ал барлық сандар 20. 8 20-ға бөлсек 0,4. Жауап Б.
Келесі асханада орындықтар мен табуреткалар бар. Орындықтардың 4 аяғы, ал табуреткалардың 3 аяғы бар. Егер барлығында адам отырса, онда асханада 39 аяқ болар еді, адамдардың аяқтарын қоса алғанда. Асханадағы барлығы неше орындық бар екендігін анықтаңыз. Орындықтардың санын x десек, табуреткаларды y десек, орындықтардың саны 4x қосылған x орындық болса, онда x адам отырса, екі аяқтан санағанда 2x аяқ болады. Қосылған y табуретка бар. Әр табуреткада 3y аяқ бар. Сол y табуреткада отырған адамдарда 2-ден 2y аяқ бар. Барлығын қоссақ 6x қосылған 5y тең 39. Бұл жерден x те y те бүтін сандар болады, өйткені жарты табуретка бөлшегін алатын болсақ 6 плюс 5y тең 39, 5y тең 33 болады. Y бүтін сан шықпайды. X тең 2 болса, X тең 1 болмайды. X тең 2 болса 12, 5y тең 39, асайтылған 12, 27. 27 5-ке бөлінбейді, бүтін сан шықпайды. Келесі X тең 3. X тең 3 болса 18, 5y тең 39-дан 18 азайтсақ 21. 21 де 5-ке бөлінбейді. Келесі X тең 4. 6x-іміз 24, 5y тең 39-дан 24 азайтсақ 15, 5-ке бөлінсек 3 болады. Сонда 4 орындық және x тең 4 орындық, y тең 3 табуретка бар. Бізде орындықтардың санын сұраған, онда жауап 4 болады. Төмендегі фигураның неше пайызы боялғанын табыңыз. Бұл жерде тор көздерді санайтын болсақ, биіктігінен ұзындығында енінде де 10 тор көз бар. Сонда 100, барлығы 100 тор көз. Оның боялған бөлігі 12, 10, 10, 10, 10, 2, 2, 2, 26, 12-мен 38. 100-ден 38 боялған. Оның процентін табу үшін 100%-ке көбейтеміз. Сонда 100-дер қысқарады, 38% қалады. 38% боялған. Жауап Д. Келесі Тимур шаршылар жүйелеген құрайды. Ол әр жолы шаршылардың қабырғаларының ұзындығын белгілі бір санға ғана арттырады. Төменде бірінші 3 шаршының тізбегі кескінделген. 5-ші шаршының ауданын табыңыз. Бірінші шаршы 2, екіншісі 4, үшіншісі 6 болса, онда 2-ге артып тұр. Келесі шаршының қабырғасы 8 болады. 4-ші тұрған шаршының, 5-ші тұрған шаршының қабырғасы 10 болады. 2-ге артып отыр. Енді қабырғасы 10 болса, ол шаршының ауданы 100 см квадрат болады. Келесі өзара жай екі санының ең кіші ортақ еселігі 391 болса, ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Өзара жай сан болса, олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болады. Жауап Б. Дененің толық бетінің ауданын табыңыз. Бұл жерде 2 параллелепипед берілген. Бірінші параллелепипедтің өлшемдері 3, 2, 3. Екінші параллелепипедтің өлшемдері 3, 4, 5. Бүйір беттерін есептейтін болсақ, бүйір беттерін табу үшін, бүйір бетінің ауданын табу үшін табанның периметрлерін биіктікке көбейтеміз. Сонда табан 3 пен 2 болса, 3 пен 2-ні қосқанда 5, 5 көбейтілген 2, 10. Периметр 10-ға тең. Бірінші параллелепипедтің периметр 10-ға тең, биіктігі 3-ке тең. Сонда бүйір бетінің ауданы
Birinchi parallelipedning buyur betining audani 30-ga teng. Ikkinchi parallelipedde S1, S2 buyur betining audani 4 bilen 5'ti qo'shsak 9, 2 köpeytsek 18, köpeytilgen biyklik 3, 54'ke teng. Al endi tabandарын sanaytın bolsak, ulken ikinci parallelipedning tabandары, tabanның audany 4 bilen 5 köpeytsek 20, üstünde de 4 bilen 5'ti köpeytsek 20, üstündeki parallelipedning bettesip turgany üçün son to'liq audanını alsak жеткиликти. 4 bilen 5'ti köpeytsek 20 boldu, 22 köpeytkende 40. Tabanlarının audany sonda barlığını kosup çıkartın bolsak 30, 24, 40. 30, 24, 40, 70, 24, 124. 124 болады. Cevap B. Kelesi сұрақ. Üstелдің беті диаметрі 1 метр, 2 жарты дөңгелектен тұрады. 2 жарты дөңгелекті жылжытқанда олардың арасындағы тіктөртбұрыш тәрізді тақтайша қойылады. Үстелді созғанда оның бетінің ауданы 3 есе артады. Тақтайшаның өлшемдері. Бірінші дөңгелек диаметрі 1 болса, радиусы 2'den 1 болады. Оның ауданы πr квадрат, S1 тең πr квадрат, π көбейтілген, r бізде 2'den 1 болса, 2'den 1'дің квадраты. Сонда π бөлінген 4. S2 ол ашылған кезде жарты дөңгелектер тұрады. Арасына тағы қосылады. Тіктөртбұрыш қосылады. Тіктөртбұрыштың ені 1, ұзындығы x болса, x қосылған 2 жарты шеңберді қосқанда ауданы π бөлінген 4 болады. Тең болады. Бастапқыдағы шеңбердің ауданынан 3 есе артық болады. 3 есе артық болса, 3 көбейтілген π бөлінген 4. Сонда x тең болады. Ұзындығы 3π бөлінген 4, азайтылған π бөлінген 4, ол 2π бөлінген 4. Ол π бөлінген 2. Сонда тіктөртбұрыштың ұзындығы π бөлінген 2, ал ені 1-ге тең. Жауап Е. Екі сағат бір уақытта қоңырау соғуды бастады да, бір уақытта қоңырау соғып болды. Бірінші сағат әр 2 секундта, екінші сағат әр 3 секундта қоңырау соғады. Барлығы 13 қоңырау соғылса, бастапқы мен соңғы қоңырау соғулардың арасындағы уақыт қанша уақыт өткенін табыңыз. Біріншісі 0-ден басталса, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2 секунд сайын кете береді. Екіншісі 0-де басталса, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Осыны кете береді. Енді 7 рет соғылған болса, біріншісінде бірдей уақытта соғылған, 1-ге санаймыз. Келесі 2 секундта. Екі секундта екінші, 3 секундта үшінші, 4 секундта төртінші, 6 секундта 1-ге, 5-ші, 8-де, 9-да, 10-да, 12-де 1-ге,
So'ng 14'te, 15'te, 16'da, 18'de 1'ge, 20'da, 21'de, 22'de, 24'te 1'ge. Sanap çıkartmasam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 rет соғылған болса, соңғысы 18'de. 18 секунд өткенде çalınған. Жауап Б. Таңертең ауа температурасы минус 34 градус болды. Түсте одан 5 градусқа жоғарылады, кешке 3 градусқа төмендеді және түнде 7 градусқа төмендеді. Түнде ауа температурасы қандай болды? Таңертең минус 34 болды. Түсте 5-ке жоғарыласа плюс 5, кешке 3-ке төмендеді, минус 3, түнде 7-ге төмендеді, минус 7. Минус 34 плюс 5, минус 29, минус 3, минус 32, минус 7, минус 39. Түнде минус 39 градус болды. Жауап С. Келесі. Кітаптың бір бөлімі 246-шы беттен басталып, осы санның цифрлар кері ретпен жазылған беттен аяқталды. Бұл бөлім неше беттен тұратынын анықтаңыз. (246) кері ретпен жазылса 642. Одан 246-ны азайтсақ 396. 396 бір бөлім 396 беттен тұрады. Жауап А. Келесі, ең үлкен екі таңбалы құрама сан және ең кіші жай санның айырмасын табыңыз. Ең үлкен екі таңбалы құрама сан ол 99. 99 жай сан емес, ол құрама сан болады. Және ең кіші жай сан ол 2-ге тең. 99-дан 2-ні азайтсақ 97. Жауап Б. Келесі сұрақ. 5 А сыныбындағы 10 оқушы бақылау жұмысын орындау барысында 14, 13, 9, 12, 8, 13, 8, 5, 9, 7 балдан жинады. Осы сандардың медианасын табыңыз. Медианасы деген біз алдымен үш ретімен жазып аламыз. Үш ретімен жазып алып, дәл ортасындағы табамыз. 5, 7, 8, 8, 2 рет 8, 2 рет 9, 12, 2 рет 13, 14. Бұл жерде 10 сан бар. 10 санның медианасы дегеніміз ол жұп болғандықтан дәл ортасындағы 2 сан. Ол 5 мен 6 сан. 5 мен 6 сан 9 мен 9. Екеуін қосып 2-ге бөлсек, 18 2-ге бөлсек 9. Жауап медианасы 9 болады сонда. А. Келесі. Тест тапсырмасы әзірлеушілердің жастары 50, 25, 51, 42, 30, 30, 58, 50. Әзірлеушілердің орташа жасын табыңыз. Орташа жасын табу үшін барлығын қосып шығамыз. 168, 198, 200, 228, 286, 336. Барлығы жастан қосқанда 336. Ал тест әзірлеушілердің жастары саны 8. 336-ны 8-ге бөлсек 42. Орташа жас 42 болады. Жауап С.
Түбірасты 31 саны екі натурал санның арасында орналасқан болса, осы екі натурал санның көбейтіндісін табыңыз. Түбірасты 31 натурал сан шығу үшін, түбірде натурал сан шығу үшін олар толық квадрат болу керек. 31-дің айналасында толық квадрат 25 пен 36. Сонда түбірасты 25 5-ке тең, түбірасты 36 6-ға тең. Сонда түбірасты 31 дегеніміз 5 пен 6-ның арасында орналасқан. Енді сол 5 пен 2 шетіндегі санды көбейтетін болсақ, 5 пен 6-ны көбейтетін болсақ, 30-ға тең. Жауап Е. Келесі сұрақ. Барлық екі таңбалы сандардың ішінен кездейсоқ алынған санның цифрларының бірдей болу ықтималдығын табыңыз. Барлық екі таңбалы сандар 10-нан басталып 99-ға дейін 90 сан бар. Олардың ішінде цифрлар бірдей болатын 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 9 сан бар. Сонда 9 бен 90-ның қатынасы 10-нан 1 болады. Жауап Д. Төрт бұрышты теледидар экранның диагоналы 100 см. Егер осы теледидар экранның ұзындығы 80 см болса, сонда оның ені табыңыз. Төрт бұрышты экранның диаметрі 100 болса, ұзындығы 80 болса, ені x деп алсақ, x квадрат тең 100 квадрат азайтылған 80 квадрат 100 квадратымыз 10-ның 80 квадратымыз 6400, x квадрат тең азайтсақ 3600. X тең түбірасты 3600, ол 60-ға тең. Сонда ені 60 см болады. Жауап Б. Келесі сұрақ. Әлішердің 6 жұп көк және 6 жұп қара шұлығы бар. Өте қажет жағдайда бөлмеде жарық сөніп қалғанда, қараңғыда міндетті түрде екі бір түсті шұлық алып шығу үшін Әлішер кемінде неше шұлық алу керектігін табыңыз. Бұл жерде ең нашар жағдайды қарастырамыз. Бір шұлық алды көк болды, тағы бір шұлық алды қара болды. Енді біреуін алғанда, тағы біреуін алғанда көк немесе қара болады. Сонда міндетті түрде ішінде екі бірдей түсте шұлық табылады. Жауап 3. Келесі сұрақ. Жүргізілген сынақтар нәтижесінде қажетті оқиғамыз 24 рет орындалған болса, оның салыстырмалы жиілігі 0,8 болды. Жүргізілген сынақтар санын табыңыз. 24 бөлінген x деп болсақ, барлық сынақтар саны x деп болсақ, ол тең 0,8-ге. X тең 24-ті 0,8-ге бөлсек 30-ға тең. Сонда 30 сынақ жүргізілген. Жауап С. Марат 0,9 км қашықтықты жүгіріп өту үшін дөңгелек тәрізді спорт алаңын жиегімен 10 рет айналу керек. Спорт алаңының диаметрін табыңыз. Бір рет айналғанда 2πr, оны 10-ға көбейтсек 0,9 км, ол 900 метр болады. Сонда π-ді 3 деп болсақ, 2 көбейтілген 3 көбейтілген r көбейтілген 10 тең 900. r тең 60. 960-қа бөлсек 15. Сонда радиус 15 метр болса, ал диаметрі 30 метр болады. Жауап Д. Жеңіл машина мен жүк машинасының жылдамдықтарын табыңыз. Жеңіл машина 240 км-ді 3 сағатта жүрді. Онда жылдамдығы 240 бөлінген 3 болады, ол 80-ге тең. 80 км/сағат. Ал жүк машинасы 240 км-ді
4 сағатта жүрді. 240 бөлінген 4, ол 60 км сағат. Жауап 80 және 60. А. Келесі сұрақ. 2 сағатта 3 балықшы 12 балық ауласа, 4 сағатта 5 балықшы неше балық аулайды? 2 сағатта 3 балықшы 12 балық аулайды. Сонда 2 сағатта уақыт өзгермейді. 2 сағатта 5 балықшы X балық аулайтын болса, онда бұл тура пропорция. Балықшылар көбейген сайын балықтар да көбейеді. Сонда X тең болады. 5 пен 12-ні көбейтеміз, 3-ке бөлеміз. Сонда 60 бөлінген 3, 20. 5 балықшы 20 балық аулайтын еді. 20 балық аулайтын еді. Ал енді 4 сағатта 2 сағатта 20 балық ауласа, 4 сағатта ол да тура пропорция болады. Уақыт көбейген сайын балықтар да көбейе береді. 4 сағатта 40 балық аулайды. Жауап Б. Тіктөртбұрыш тәрізді бассейннің ұзындығы 50 метр. Осы бассейн ұзындығына параллель болатын арқандар арқылы ені 2 метр тең 8 жолаққа бөлінген бассейннің аудандығы болыңыз. Ені 2 метрге тең 8 жолаққа бөлінсе, онда ені 8 көбейтілген 2 16 метр болады. Ал ұзындығы 50. Сонда ауданы 50 көбейтілген 16, ол тең болады 800. Жауап С. Суретте мотоциклдардың жылдамдықтарын анықтаңыз. Бірінші мотоцикл 80 километрді 4 сағатта жүрген. Онда жылдамдығы 80 бөлінген 4, 20 болады. 20 километр сағат. Келесі екінші мотоцикл 60 километрді 4 сағатта жүреді. Онда 60 бөлінген 4, 15 километр сағат. Жылдамдықтар 20 және 15. А. Заңдылыққа сәйкес келмейтін санды табыңыз. 1, 9, 25, 37, 49. Бұл жерде 1-дің квадраты 9, 3-дің квадраты 5, 25, 5-дің квадраты 49, 7-дің квадраты 37 деген заңдылыққа сәйкес келмейді. Ешқандай санның квадраты емес. Келесі, кітаптың бір бөлімі 235 беттен басталып, осы санның цифрлар кері ретпен жазылған бетпен аяқталады. Бұл бөлім неше беттен тұрады? 532 азайтылған 235 тең 297 беттен тұрады. Сонда Е жауап. Келесі, Нұрайдың әрқайсысы 9 тастан тұратын 555 үйіндісі бар. Ол үйінділерді біріктіріп, содан соң оны әрқайсысы 5 тастан тұратын үйінділерге бөлді. Ол нәтижеде қанша үйінді алғанын анықтаңыз. 9 тастан тұратын 555 үйіндісі бар. Оны 5 тастан тұратын үйінділерге бөледі. Сонда 5 бөлінген 5 5-ге қысқартса 111, 9-ға көбейтсек 999 үйіндісі болады. Жауап Б. Келесі сұрақ. Торғын 20-дан аспайтын натурал санды ойлады. Торғынның ойлаған саны жай сан болу ықтималдығын табыңыз. 20-ға дейінгі жай сандар ол 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сан бар. Ал 20-дан аспайтын 20 сан бар. 8-ді 20-ға бөлсек 0,14. Жауап Е. А жиыны 2, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17 жиынынан кездейсоқ алынған санның жай сан болу ықтималдығы. Жиынның ішінде жай сандар 2, 3, 5, 11,
13, 17, 6 жай сан бар. Ал барлығы 5, 6, 7, 8, 9. 9, жиында 9 сан бар. 6 мен 9-ды 3-ке қысқартсақ, 3-тен 2. Жай сан болу ықтималдығы 3-тен 2. Жауап Б. Келесі сұрақ, аяқ киім дүкенінде бір күнде 15 жұп аяқ киім сатылды. Егер өлшемдері төмендегідей болса, онда өлшемдердің әр сәйкесінше модасы мен медианасын табыңыз. Модасы дегеніміз ең көп кездесетін болады. 39, 41, 40, 42, 41, 40, 42, 42, 43, 41, 39, 41, 38, 43, 44. Бұл жерде біз жиілік кестесін жасақ та болады. 38, 38, одан кейін 39, 40, 41, 42, 43, және 44. 38-ден біреу, 39-дан екеу, 40-тан екеу, 41-ден төртеу, 42-ден үшеу, 43-тен екеу, 44-тен біреу. Барлығын қоссақ 15 шығу керек. Енді бұл жерде мода дегеніміз ең үлкені, ең көп кездесетін, жиілігі ең үлкені болады. Сонда 41-ші размер ең көп кездеседі. Модасы 41 болады. Мода 41-ге тең. Енді медианасын табуымыз керек. Медианасы өсу ретімен немесе кему ретімен жазылған болу керек. Бізде өсу ретімен жазылып тұр. 15 санның дәл ортасы 7-ші сан болады. 7-ші сан бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші сан 41-ге сәйкес келіп тұр. Онда медиана да 41-ге тең болады. 41 мен 41 жауап Д. Келесі цифрлары әртүрлі ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы жұп сандарының айырмасының модулін табыңыз. Цифрлары әртүрлі ең үлкен 3 таңбалы сан ол 986. Цифрлары әртүрлі болу керек. 986. Ең кіші жұп сан, 3 таңбалы жұп сан 102 болады. Екеуін азайтсақ 884. Екеуінің айырмасы 884 болады. Жауап Е. Келесі, кестеде 7-ші сынып оқушыларының аяқ киім өлшемдерінің кестесі берілген. Кестені пайдалану аяқ киім өлшемінің медианасын анықтаңыз. Ондағы X аяқ киім өлшемі, N аяқ киім өлшемінің кездесу жиілігі. Медианасы дегеніміз ол өсу ретімен жазылу керек. Өсу ретімен жазылғанда бұл жерде бізде барлығы 14, 21, 24 аяқ киім бар. 24 аяқ киім болса, онда 12-ші мен 13-ші адамның орташасын табамыз. 6 адам 35 болса, келесі 8 адам, 11-ші адамда, 12-ші адамда 36 болады. Сонда 36 қосылған 36 бөлінген 2 ол 36-ға тең. Жауап аяқ киім өлшемінің медианасы 36 болады. Е жауап. Ержан, Нұржан және Нұрлан үшем бәрі бір күнде туған. Олардың егіз інілері Мадияр мен Данияр, олардан дәл 3 жас кіші. 36, 53, 76, 89, 92 сандарының ішінен осы 5 ағайынды балалардың жастарының қосындысына тең бола алатын санды табыңыз. Үшемнің жастар, әрбірінің жасы X болса, үшемдегі 3X болады. Ал інілердінікі X минус 3. X минус 3. 2 көбейтсек, 2X минус 6. Сонда бұл 5X минус 6. 5X минус 6 тең 36 болса, 5X тең 42 болады. 42 5-ке бөлінбейді, бүтін сан шығу керек. 5X минус 6 53 болса, 5X тең 59. 59 5-ке бөлінбейді.
5x минус 6 тең 76 болса, 5x тең 82, 82 5-ке бөлінбейді. 5x минус 6 89 болса, 5x тең 6-ны қоссақ 95, x тең 95-ті 5-ке бөлсек 19. Сонда x бүтін сан шығады. Демек, барлығының 5 ағайындының жастарының қосындысы 89 болады екен. Жауабым D. Келесі 7 және 2 саны еселік болатын 12x 12 мен 12 кіші x кіші 69 теңсіздігін қанағаттандыратын x-тің неше мәні бар екенін анықтаңыз. 7-ге және 2-ге бөлінетін еселік болса, онда ол 14-ке еселік болады. 14-ке бөлінетін 12 мен 69-ның арасында 14, 28, 42, 56 бар. Сонда 4 сан бар. X-тің 4 мәні бар екен. Жауап Е. Келесі, төменде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті көрсетіңіз. Бұл жерде үлкен 4 бұрыштан кіші 4 бұрышты азайтсақ, фигураның ауданы шығады. Үлкен 4 бұрыштың ауданы CD, азайтылған AB. Жауап Е. D-сы азайтылған AB. Асқардың математика пәнінен 3-ші тоқсан бойынша алған бағалар кестеде көрсетілген. Кестені пайдаланып орташа бағаны есептеңіз. Бұл жерде 3 алған 4 оқушы бар, 3 көбейтілген 4, қосылған 4 алған 7 оқушы бар, 4 көбейтілген 7, қосылған 5 алған 14 оқушы бар, 5 көбейтілген 14, бөлінген оқушылардың саны 4 плюс 7 11 плюс 14 25. Барлығын көбейтіп қосып шығатын болсақ, 4-іміз 12, 4 7-іміз 28, 5 14-іміз 70, 28 12 40, 70-ті қоссақ 110. 110-ды 25-ке бөлсек 4,4. Жауап D. Келесі, егер A болса әртүрлі цифрлары A үлкен, B үлкен, C шартын қанағаттандырса, онда A цифры 3 рет, B цифры 2 рет, C цифры 1 рет қолданып жазылған ең үлкен санды табыңыз. Ең үлкен сан болу үшін бірінші үлкен сандар жазылу керек. Кем ретімен жазылып шығу керек. Сонда A, B, C болады. Жауап С. Келесі, торғын 20-дан аспайтын натурал санын ойлады. Торғынның ойлаған саны жай сан болуының ықтималдығын табыңыз. Жай сан бұл 20-дан аспайтын 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 8 сан бар. 8-ді бөлеміз 20-ға. 8 20-ға бөлсек 0,4. Жауап А. Келесі, кітаптың бір бөлімі 567 беттен басталып, осы санның цифрлары кері ретпен жазылған бетпен аяқталады. Бұл бөлім неше беттен тұрады? 765 азайтылған 567, 198 бет. 198 беттен тұрады. Акуланың жылдамдығы 40 км сағат, 0,2 сағатта ол қандай қашықтыққа баратынын анықтаңыз. Қандай қашықтыққа баратынын анықтау үшін екеуін көбейтеміз біріне, сонда S тең 40 көбейтілген 0,2. Ол тең болады 8 км. Жауапта 8 км жоқ, оны метрге айналдыратын болсақ 8000 метр. Жауап Е. Келесі, жүгіру жарысына 29 адам қатысты. Асқардан озып кеткен спортшылар саны одан кеш келген спортшылардан 6 есе аз. Асқар нешінші орында келген анықтаңыз. Асқардың алдындағы спортшыларды X деп болсақ, сосын Асқардың артында 6X. X қосылған Асқарды бір адамға санасақ, 6X тең 29. 7X тең 28, X тең 28 бөлінген 7, 4.
Сонда Асқар нешінші орында келгенін анықтаңыз. Асқардың алдында 4 адам болса, Асқар 4 адамнан кейін 5-ші болып келе жатыр. Жауап Б. Келесі, Нұрайдың әрқайсысы 9 тастан тұратын 555 үйіндісі бар. Ол үйінділерді біріктіріп, содан соң оны әрқайсысы 5 тастан тұратын үйінділерге бөлді. Ол нәтижеде қанша үйінді алғанын табыңыз. 9 әрқайсысына 9 тастан 555 үйірмесі бар. Оны 5 тастан үйірмеге бөліп шығатын болсақ, 2 қысқарса 111, 5-ке қысқарады 111, 9 көбейтілген 111, 999. Жауап А. Төменде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті көрсетіңіз. Бұл жер табанында аудан табу үшін үлкен тіктөртбұрыштан кіші тіктөртбұрыштың ауданын азайтсақ, сонда фигураның ауданы шығады. Үлкен тіктөртбұрыштың ауданы ұзындығы D, енісі болса D-сі. Ал кіші тіктөртбұрыштың ауданы ұзындығы B, AB. AB болады, сонда фигураның ауданы D-сі азайтылған AB. Жауап D. Келесі, суреттегі терезенің сыртқы пішіні квадрат, ал ортасындағы төртбұрыш ромб. Егер терезенің сыртқы қоршауын қысқа мерзімге жылылауға кететін лентаның ұзындығы 16-ға тең болса, ішіндегі ромбын айналдыруға қоршауға кететін лентаның ұзындығын табыңыз. А деп алсақ, 4А, бір қабырғасы 4А болады. Сонда 4А, 4 көбейтілген, периметр 4 көбейтілген 4А, 16А тең болады 16-ға. Сонда А тең 1-ге тең. А тең 1-ге. Енді МН ұзындығын табу үшін 1 мен 2-ні қолданамыз. МН тең түбір астында 1 квадрат қосылған 2 квадрат. Сонда 1 мен 2-ні квадрат 4 қоссақ, түбір астында 5. Ромбтың бір қабырғасы түбір асты 5 болса, 4 қабырғасы периметр 4 түбір асты 5. Д. жылы Ақкөл ауылындағы 3 номер 1, номер 2, номер 3 мектепті барлығы 120 оқушы бітірді және диаграммада әр мектепте бітірген оқушылар саны процентпен көрсетілген. Диаграмманы пайдаланып 2019 жылғы Ақкөл ауылындағы номер 2 мектепті қанша оқушы бітіргенін анықтаңыз. Номер 2 мектепті 45% бітірген, сонда 120-ның 45%, 120 көбейтілген 45%. Ол 120-ны 45-ке көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. 20-ға қысқартсақ 6, 5, 5, 4. 275-ке бөлсек 54. Сонда 54 оқушы номер 2 мектепті бітірген. Жауап Д. Келесі, Ержан, Нұржан және Нұрлан үшем. Бәрі бір күнде туған. Олардың егізіне Мадияр мен Данияр, олардан дәл 3 жас кіші. 36, 53, 76, 89, 92 сандарының ішінен осы 5 ағайынды балалардың жастарының қосындысына тең бола алатын санды табыңыз. Бұл жерде үшемнің жастарын x деп алсақ, үшемдікі 3x болады. Қосылған 2, олардан егіздер олардан 3 жасқа кіші. Онда 2 көбейтілген x минус 3 тең 3x плюс 2x минус 6. Ол 5x минус 6. 5x минус 6, 36 десек, 36 алдын қоссақ 42, 5x тең 42 бола алмайды. Өйткені x бүтін сан болмай қалады. 36 емес. 53 десек.
5x тең 53 мен 10 қоссақ 59. Ол да 5-ке бөлінбейді. 76 десек 5x тең 82 болады. X бүтін сан шықпай қалады. 76 да емес. Келесі 89. 5x минус 6 тең 89 болса, 5x тең 6-ны қоссақ 95 болады. 95 деген 5-ке бөлінеді. Онда жаста 5 ағайындының жастарының қосындысы 89 болады. Жауапты.